Ассалаумағалейкум, құрметті құлагер көрермендері, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде күн өте тамаша, күн жылы болды, қарлардың бәрі еріп жатыр, мұз да еріп жатыр. Аттарыма су беріп жатырмын. Бізде суды обедке жақын береміз. Таңертең су ішпейді біздің жылқылар, аттар. Бүгінгі видео Ақбақай турасында болмақ. Мына біздің көрермендердің ішінде 1-2 адам комментарий жазды, Ақбақай турасында түсіріңізші деп. Солардың сөзін тастамай, бүгінгі видео Ақбақай турасында болайын деп тұр. Біздер Ақбақайды тай кезінен сатып алдық. Бұйыртса майда 4 жасқа келеді Ақбақай. Біздер Ақбақайдан бұрын Бойко деген атым болды. Оны Бауыржан деген бауырымыздан сатып алдық. Бауыржан бауырымыз өзінің алған бағасынан сатты, Дагестаннан сатып алған. Оның породасы араб бодион. Соны қызығып алып, баптап міндік. Альхамдулилля, жақсы ат болып шықты. Тек соғып жүретін болмаса, сол себептен жорға алым келді. Жүрісі жақсы, жұмсақ жүретін ат алым келді. 2020 жылы жылқылар группасынан қарап отырған кезде, қателеспесем, Қайрат па бауырым жіберген сияқты, осындай сатып тұр деп. Сатып тұрған ол Біржан деген бауырымыз екен, Ақкөлден. Тай кезінен сатып тұр екен. Соған шықтық. Қателеспесем, 250 ма, 230 ба, есімде жоқ. Сонда бағаға келісіп сатып алған сияқтымыз. Енесі, анасы бие, Дагестаннан келген, құлын ішінде болып келген. Породасы маған айтты, примерно осындай деп. Ағылшын болуы мүмкін, ішінде карачайский болуы мүмкін. В общем, Дагестанда жорға көп негізінде. Карачайский породалар бар жорға. Соның қаны бар сияқты. Жалпы қазақи жылқы емес, жалпы емес. Альхамдулилля, үйретілген. Оны Қызылоба жақта, Ақкөлдің ар жағында ауыл бар. Сонда Ильяс деген жігіт үйретті. Сонда бар Қайрат бауырымыз екеуміз алып келдік. Өзім ұстап алдым даладан. Ноқтасы салбырап жүр екен. Шылбырынан ұстап, есімде қалды. Суға, жайылма су келіп жатқан кездер ол кезде. Шылқып құлағаным бар. Қайрат айтқандай, соны сол кезде айтатын еді, есімде алып қойды, өзін шаруасың не өгіздей деп. Сөйтіп тиеп алып келдік прицеппен. Карантин болып жатқан кездер, коронавирустан. Даже посттан тоқтатты бізді. Қайдан қатсыңдар деген сияқты есімде қалған осы нәрсе. Альхамдулилля, осы ат алғаныма альхамдулилля ризамын. Енді осыған мінем, 1-2 жылда мінетін шығармын. Сосын үйге қосатын боларым. Енді тағдырымызға не жазып тұр, соны тағдырыма не жазып тұр, сол болады ғой. Жалпы енді біздің жоспарымыз ғой енді. Альхамдулилля, бой онда үлкен емес, бірақ альхамдулилля жарайды. Мені көтеріп тұр. Және жорғасын жоғалттым. Жорғалатуға болады әлде. Шабат және. Біз көкпар ойнаймыз ғой. Сол көкпар ойнағанда жорғасы кетіп қалды. Шапқанда да жақсы шабады. Альхамдулилля. Шабатта, жорғалайды да. Неге сонда порода бар дейді негізінде. Шабады, жорғалайды. Машалла. Табаркалла. Бізде осында шағын видео. Көрермендерім сұрағасын, Ақбақай турасында түсірші, айтшы, ол қандай жылқы, қайдан келді деп. 1-2 адам сұрағасын, сөздерін тастамайын деп, осында видео түсіріп жатырмын. Сіздерге осы Ақбақай ұнап жатса, машалла деп қойыңыздар. Машалла, баракалла фик, берекесін берсін. Ол көз тимеуге себеп болады. Адамның әр бір нәрсе ұнатса, қатты, сол ұнатып қалса, қатты көз тиіп кетуі мүмкін. Әр адамның көзі бар. Сол себептен сондай машалла деп айтамыз, баракалла фик. Сондай табаракалла, көз тимеу үшін айтамыз біздер оны. Берекесін берсін деп. Сондай дұға тілеп қойыңыздар, айтып қойыңыздар.
кейбіреулер жазып атады, неге машалла деп айтасың деп. Біз сол мақсатта айтамыз біздер. Альхамдулилля, әр қазақта осында аттар көп болсын, жақсы аттарға мініңіздер. Алдағы уақыттарда бұйыртса сондай жоспар да бар. Енді жоспар біз жасаймыз. Енді бір Аллах бізге енді нәсіп етсе, жақсы бір тағы ат алатын ой бар. Көкпарға жарайтын, көкпар ойнап жүрген бұрын, сонда ат алғым келіп жүр. Биіктеу, сонда ат аламыз бұйыртса алға қарай. Аллах нәсіп етсе, аман болсақ, деніміз сау болса, еліміз аман болса, сонда алатын боламыз, жағдайым жетіп жатса. Сол ақбақаймен сол бір жақсы ат ұстайтын болам, 2 ат үйде ұстайтын болам. Сол енді құлақ асқа білмеймін, болашағы ол сатылып кетуі мүмкін. Көреміз оны. Бірақ ақбақай қалады. Және ақбақайға Санжар мінетін шығар деп ойлаймын. Сіздерге осы видео ұнап жатса, лайк басып, пікірлерін жазып отырыңыздар. Қолдап отырыңыздар қазақша контентті. Баршаңызға ассаламу алейкум, амандықта кездескенше.